2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап қазақстандықтар 1,5 жыл бойы төлемдермен бала күтімі бойынша жәрдемақы алады. Оған дейін оларға 1 жылға ғана жәрдемақы төленетін. Бұл туралы закон KZ хабарлады. Жаңашылдық биыл босанған барлық әйелдерге де 2022 жылы декреттік демалысқа шыққандарға да қатысты болады. Жүктілікпен босану бойынша әлеуметтік төлемдерге келсек, міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы заңға сәйкес жүктілігіне және босануына байланысты табыстан айырылған жағдайда әйелдер міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысушылар болған және олар үшін қорға әлеуметтік аударымдар төлеген жағдайда әлеуметтік төлемдер алуға құқылы болады. Егер әйелдің әлеуметтік аударымдары болмаса, жүктілігіне және босануына байланысты табысынан айырылған жағдайда бір жылға әлеуметтік төлемге құқығы жоқ. Әлеуметтік төлемнің мөлшері орташа айлық табысты еңбекке жарамсыздық күні санының тиісті коэффициентіне көбейту жолымен есептеледі. Ол еңбекке жарамсыздық парағы берілген күндер санына бөлу арқылы айқындалады. Мәселен, декреттік демалысқа шыққанға дейін әйелдің орташа табысы 200 мың теңге болды делік. Оған 126 күнге еңбекке жарамсыздық парағы беріледі. Коэффициент 4,2. Нәтижесінде оның декреттік төлемі 840 мың теңгені құрайды. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры аударымдардың 10%-ын шегеріп, оның қолына 756 мың теңге түседі. Айта кету керек, биыл жүктілік пен босануға байланысты табысынан айырылған жағдайда бір жылға әлеуметтік төлемнің шекті мөлшері 1,752,200 теңгені құрайды. Ол соңғы жылдағы ең төменгі жалақының 7 еселенген шегіндегі сома негізінде есептеледі. Ең төменгі жалақы 2023 жылы 70 мың теңгені құрады. Бұл шекті мәннен жоғары айырмашылықты мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры төлемейді. Бірақ еңбек немесе ұжымдық шартта көзделген жағдайда жұмыс беруші төлеуі мүмкін. Бір баладан 3 балаға дейінгі баланың толуына бір жолғы төлем 38 айлық есептік көрсеткіш немесе 121.100 теңге. 4 және одан да көп бала болған жағдайда 63 айлық есептік көрсеткіш немесе 217.350 теңге қарастырылған. Егіз 3 және одан да көп бала туған жағдайда мемлекеттік жәрдемақы әр балаға жеке төленеді. Бала күтімі бойынша жәрдемақыларға ойыссақ, жұмыссыз әйелдер үшін бала күтімі бойынша ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақының мөлшері белгіленген және туылған балалардың санына байланысты болады.